Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілінен сабағына 112-ші сабақты ашамыз. Нұсқаулық жазамын, немесе дара және күрделі етістік деген тақырыпты ашайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау, нұсқаулық жазуды үйрену. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Дара және күрделі етістікті анықтау. Жақсы, олай болса, келесі мына сұрақтарға жауап берейік. Сөз таптарын ата. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіретін сөз табын зат есім дейміз. Зат есімдерге кім не, кімдер нелер сұрағы қойылады. Етістік дегеніміз не? Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөз табын етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, не қылды, қайтты сұрақтары қойылады. Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара және күрделі етістік. Дара етістік дегеніміз не? Дара етістік бір сөзден құралады. Күрделі етістік дегеніміз не? Күрделі етістік екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Жақсы, олай болса, келесі тапсырмамызды қарайық. 36-шы жаттауға қарайық. Өлеңді түсініп оқы. Өлеңді оқып берейін, сендер де қарап оқулықтарыңды ашып оқып отырыңдар. Елден алғыс алған мың, мен бағбанмын, бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел, балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш. Балаға тән ұнамдыс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Жазған Бейсебай Кіріспай. Өлеңде кім туралы айтылған? Өлең бағбан туралы. Бағбан дегеніміз кім? Бағбан дегеніміз бау-бақшаны, яғни аса білгірлікпен күтіп баптайтын адамды айтады екенбіз. Осы өлеңге қандай тақырып қояр едіңдер? Бағбан, бағбан бала, бағбанның жұмысы, көптеген тақырыптар қоя беруге болады. Осы өлеңдегі негізгі ойды анықта. Яғни, негізгі ой балаларды бау-бақшаны тазалауға, баптауға, келіңдер, көмектесіңдер. Яғни, егер бағбан бала атансаң, саған мың алғыс айтамын дейді. Яғни, бау-бақшаға көмектесуге шақырып отыр, негізгі ой. Енді оқушылар келесі тапсырмамыз. Оқушылар дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. Бүгін 17 сәуір 112 сабақ деп жазайық. 37 жаттығу деп жазып қойайық. Ары қарай мен түсіндірем. Түсіндіргеннен кейін барып жазамыз. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр дейді. Нұсқаулық дегеніміз не? Осыған алдымен жауап берейікші. Нұсқаулық дегеніміз әлденені орындау, жүзеге асыру тәсілі мен тәртібін бекітетін тәртіптер жинағы. Яғни нұсқаулықтың орысшасы руководство деп аталады екен. Мінекей, сонда нұсқаулық кез келген нәрсені жасау кезінде тәртіпке бағыну керек екен. Соның талабын орындау нұсқаулық деген. Олай болса, бізге айтады, жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастыр дейді. Бірінші бізде жазылған
Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Бас киім киюді ұмытпа. Жазамыз, оқушылар. Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Жарайсыңдар. Енді мен арғарай өзім құрастырып көргенім. Ал егер мен бұлай құрастырар едім десеңіздер, өздеріңіз құрастырып көріңіздер. Мен үшінші бұлай деп жаздым. Қолыңа қолғап киюді ұмытпа. Төртінші, аяғыңа қонышты аяқ киім ки. Еңбек құралдарын әр жерге тастап кетпе. Бұл бесінші нұсқаулық. Енді осы құрастырған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап. Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Ки, яғни дара етістік. Бас киімді киюді ұмытпа. Ұмытпа, дара етістік. Еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Сұрап ал, күрделі етістік. Қолыңа қолғап киюді ұмытпа. Ұмытпа, дара етістік. Аяғыңа қонышты аяқ киім ки. Ки, дара етістік. Еңбек құралдарын әр жерге тастап кетпе. Тастап кетпе, күрделі етістік. Дара етістік бір сөзден құралады, күрделі етістік екі сөзден құралады. Ары қарай кеттік. 38-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Оқушылар, бұл мәтінді оқып алайық, ауызша орындайық. Мәтін. Жемістер денсаулыққа пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Дәрумендерге бай жемістер қатарына апельсин, мандарин, ананас жатады. Осы оқыған мәтініміз пайымдау мәтіні екенін дәлелде дейді. Біз мәтіннің 3 түрі бар екенін білеміз. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Әңгімелеу мәтініне не істеді сұрағы қойылады. Ал сипаттау мәтініне қандай сұрақ қойылады? Ал пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады? Қалай ойлайсыңдар, оқушылар? Осы мәтін пайымдау мәтініне жата ма? Дұрыс айтасыңдар, пайымдау мәтініне жатады. Себебі жемістер денсаулыққа пайдалы. Неліктен? Жауап берейік. Себебі олардың құрамында дәрумендер мол. Мінеки сондықтан ол пайымдау мәтініне жатады. Енді оқушылар бізде мынандай сұрақ қойыпты. Жемістерді қалай пайдалану қажет? Тақырыбына нұсқаулық құрастырып көр. Оны жемістердің жеуге жарамдысын іріктеп ал деген сөйлемнен баста. Мен жазып қойдым, ал бұны оқушылар ауызша орындайық. Бірінші, жемістерді қалай пайдалану қажет? Біріншіден, жемістердің жеуге жарамдысын іріктеп ал. Екіншіден, жемістерді жақсылап жу. Үшіншіден, жемістердің денсаулыққа пайдасы көп екенін ұмытпа. Мінеки, мен осылай орындап қойдым. Ал егер сендер өздерің мен осылай орындар едім десеңіздер, өз еріктерің қосуға болады. Жақсы, ары қарай кеттік. 40-шы жаттығуға қараймыз. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құра. Тақырып сотқар мысық. Енді астында бізде тірек сөздер бар.
Мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Осы тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырайық. Мен мысалы былай құрастырар едім. Суретке қарап отырып, әуелі мезгілден бастар едім. Қай мезгіл? Күз мезгілі. Дала сары кілем төсегендей әдемі. Аулада күн астында жатқан мысық, көршінің ауласынан кетіп бара жатқан кірпіні көзі шалып қалды. Қасына жақындады. Оны көрген кірпі жиырыла қалды. Мысық жатқан допты, тасты тақай бастады. Бірақ қозғалта алмады. Ұзақ күткен мысық арқасынан салып қалды. Мысықтың алдыңғы аяғынан қан саулады. Ол үйіне әзер жетті. Мінекей, осындай әңгіме құрастырдым. Ал сендер қалай құрастырар едіңдер? Бұл әңгімені ауызша орындауға болады. Жақсы, олай болса, бізге мынандай тапсырма берді. Осы дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығын құрастырып көр. Ол үшін біріншіден, екіншіден, үшіншіден соңында сөздерін қолдануды ұмытпа. Қалай ойлайсыңдар? Егер осындай жағдай кездесіп қалса, қандай біз алғашқы көмек көрсете аламыз? Біріншіден, егер адам баласына осындай жағдай кездескен жағдайда, біздер біріншіден 103, яғни жедел жәрдем телефонына қоңырау шаламыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, ол адамның қал жағдайын сұраймыз. Үшіншіден, ол адамды дұрыс жайлы етіп жатқызамыз. Төртіншіден, яғни жедел жәрдемнің келгенін күтеміз. Егер жарақаты қатты тым ауыр болған жағдайда, микроб түсіп кетпеу үшін спиртпен, йодпен жан-жағын сүртіп қоямыз. Мен осылай орындар едім. Ал енді сендер қалай орындайсыңдар? Бұл енді сендерге ауызша, өздерің білесіздер, егер жазам десеңдер, жазбаша да орындауға болады. Үйге тапсырма 84-ші беттегі 39-шы жаттығу. Бұл жерде жұмбақты көркем етіп жазып, шешуін табамыз. Және етістіктердің астын сызып, қалай сызамыз етістіктің астын? 2 сызықпен. Және оның үстіне дара күрделі екенін жазып қоямыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, бас бармағымызды көрсетейік. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.